Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі география пәнінен тақырыбымыз география мониторинг әдісі. Бұл өте маңызды әдістердің бірі болып келеді. Және географиялық келген жұмыстарда болсын, немесе бақылауларда осы география мониторинг әдісі қолданылады. Және география мониторинг әдісінің жалпы сіздерге мақсатын айта кетейін. Бүгінгі мақсатыңыз география зерттеудің мониторинг әдісін қолдануды үйрену. Ал сіз білетіңіз география мониторинг әдістерін толықтай біліп меңгеріп келеді. Жалпы осы мониторинг әдісіне ассоциация құрайық. Ол бізге бірінші ойдан аса басқару, болжау, ақпараттық жүйе деген және бақылау ойымызға келеді. Бірақ мониторингта ең маңызды бөлімдердің бірі ол бақылау болып келеді. Яғни өзі айтып тұрғандай, мониторинг яғни бақылау деген мағынаны білдіреді. География мониторинг туралы не білесіздер? Жалпы бұны енді бұрынғы 9-10 сыныптарда өткен боласыздар, бірақ осы география мониторинг әдісін біз тек мектепте ғана емес, жоғары оқу орындарда қолданатын боласыздар. Жалпы осы қоршаған ортаның мониторингтің мақсаттары мен міндеттерін айта кетсек, ол бақылау, яғни міндеттердің бірін бақылау келеді. Қоршаған ортаның жағдайын өзгеруін бақылап отыру, бағалау адам іс-әрекеті әсерінің негізінде анықтап өзгерістер бақылау, яғни адам іс-әрекеті ол антропогендік іс-әрекет, біз білетіндей. Мақсатына келетін болсақ, анықтау адам іс-әрекеті арқасында қоршаған орта жүйесінің өзгеруіне алып келетін себептерін анықтау. Яғни себеп салдарын анықтау бұл өте маңызды жаулардың бірі болып келеді. Шешім қабылдау адам іс-әрекетінің теріс әрекеті нәтижесіндегі зардаптарды жою. Яғни сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау бойынша стратегияны қалыптастыру. Жалпы шешім қабылдау бұл жерде ең маңызды рөл атқарады, себебі адамның іс-әрекеті нәтижесінде қоршаған ортаға зиянын байқауға болады. Бұл негізі сонымен қатар маңызды рөлдер атқарады, шешім қабылдау. Және осыған орай біз мониторинг бұл негізі не қандай сөзін білдіреді. Яғни ағылшынша мониторинг сөзі ескертуші деген мағынаны білдіреді екен. Мониторинг жүргізудің басты мақсаты табиғи ресурстарды тиімді пайдалану мен қоршаған ортаны қорғау. Бұл әрқашанда адамзаттың ең маңызды рөлдердің бірі болып келеді, себебі біз қоршаған ортамен әрқашанда байланыстамыз. Себебі егер де қоршаған ортаға өзгерістер болатын болса, үлкен дәрежедегі олар адамның өмір сүруіне әсер етуі мүмкін. Және сонымен қатар мониторинг адам үшін аса маңызды және табиғат компоненттерінің биота сипаттамаларының жаңа күйі мен өзгеруін ескереді. Егер атап айтатын болсақ, ауа тазалығын, судың сапасын, топырақ, жер ресурстарының радиация дәрежесін қадағалаудан тұрады. Мониторинг ұжымы ғылыми әдебиеттер біріккен ұлттар ұйымының қоршаған орта концепциясына негізделіп, дайындық кезеңінде 20 ғасырдың 70 жылдардың басында енген. Қазақстан Республикасында табиғи ортаны мониторинг бойынша жұмыстарды 1978 жылдардан асыра бастаған болды. Бұл жерде енді біріккен ұлттар ұйымы көптеген конвенцияларды қабылдайды, соның нәтижесінде қоршаған ортаны қорғау бойынша аса маңызды іс-әрекеттерге, яғни шақырады мемлекеттерді. Мониторинг жүргізуді қазіргі техникалық құралдарын айтатын болсақ, жердің жасанды серіктері және автоматты станциялар болып келеді. Жердің жасанды серіктері қазіргі кезде 20 ғасырда өте қатты дамыған. 20 ғасырдың соңында оның дамуы коммерциялық тұрғыда дами бастады, және сол кездерден бастап уже бізде жердің жасанды серіктері саны және сапасы артқан болатын. Автоматты станциялар әртүрлі ғылыми қолданбалы мәселе шешуде артылған ғарыштық аппараттар негізінде әрқашан бірге жұмыс істейді, себебі жердің жасанды серіктері арқылы біз мәліметтерді өте тез қарқын жеткізе аламыз. Яғни интернет, спутниковая связь деген сияқты. Ал сонымен қатар автоматты станциялар, олар өздері яғни автоматты өзі айтып тұрғандай өз негізгі жұмыстарды мысалы метеорологиялық болсын, немесе басқа да ауа райының өзгеруі, ауа қысымының өзгеруі, немесе температураның өзгеруін бәрін автоматты станциялар автоматты түрде зерттеу. Яғни мысалы бізде Қазақстанда Қазгидромет орталығы бар. Ол метеорологиялық мәліметтердің бәрін осы автоматты станциялардың жеткізу нәтижесінде өте қарқынды болжауға, ауа райын болжауға жақсы көмектеседі. Осы кешенді геологиялық мониторингтің құрылым сызбасын айта кетейік. Бұл жерде көрсетілгендей 6 сызба: атмосфера мониторингі, мұхит суының мониторингі, құрылық суының мониторингі, биоорта мониторингі, топырақ мониторингі және лито
мониторинг болып бөлінеді. Бұлар геожүйелік мониторингтің ландшафттық экологиялық маңызды рөлін атқарады. Мониторинг жүйесі жалпы осы бөлінген бойынша, бірақ кешенді бөлінген бойынша олар бір-бірімен әрқашанда байланысты. Атмосфера мониторингі мысалы ауа қысымының өзгеруіне, яғни мұхит суының көтерілуіне, түсуіне әсер етеді. Мысалы тайфундардың, урагандардың да қалыптасуына осы атмосфералық мониторинг жауап береді. Яғни бұлар негізгі жұмыстары метеорологиялық, яғни үлкен жер өзіміздің жер шарында көптеген мемлекеттерде бірнеше метеорологиялық мониторинг станциялары бар. Олар әрқашанда 24/7 әрқашанда бақылап отырады, және олардың арқасында біз осы келесі ауа райында болатын температураның өзгерісін немесе жауын-шашын мөлшерін біліп отырамыз. Осы қоршаған ортаның жаһандық және ұлттық мониторинг жүйесі ол негізгі мақсаты ол адам денсаулығына зиян келтіретін ескертулерді кеңейтілген жүйесін ұйымдастыру, яғни мысалы үлкен қатты желі 30-25 метр секундтан немесе 30 метр секундтан жоғары жел жылдамдығын анықтау және оны ескерту, немесе мысалы селдің болуын немесе тағы да басқа да табиғи апаттардың болуын қадағалау. Қоршаған ортаға жер бедерінің жүйелерінің әсерін бағалау, атмосфераның жаһандық ластануын және оның климатқа әсерін бағалау, ауа шаруашылық әрекеті, жер өңдеуден пайда болған экологиялық мәселелерді бағалау келеді. Яғни осымен қатар биологиялық жүйелерде ластану сапасын бағалау және дүниежүзілік мұхиттың ластану және оның экожүйесінің әсерін бағалау келеді. Бұлар негізі мониторинг жүйесінде өте маңызды рөл атқарады, себебі адам іс-әрекеті нәтижесінде қазіргі кезде ғаламдық жылынудың себебін байқауға болады. Соңғы 50 жылда орташа температура 1,5 градусқа көтерілді. Келесі ғалымдардың болжауы бойынша бұл 50 жылда емес 10 жылда болуы мүмкін. Яғни келесі 50 жылда ғаламдық температураның 5 градусқа дейін көтерілуіне баға беруде. Яғни бұл өте қарқынды, яғни өте қауіпті болып келеді, себебі бұның нәтижесінде Гренландияның, Арктиканың немесе Антарктидадағы мұздың еруіне және мұхит суының көтерілуіне әсер етеді. Мұхит суының көтерілуі әлбетте оның тұзды, яғни біз білетін мұхиттағы су өте таза болып келеді. Таза судың мұхиттағы тұзды сумен бірігу нәтижесінде, араласу нәтижесінде мысалы ыстық ағыстарға, жылы ағыстарға әсер етеді. Яғни Гольфстрим ағысына, егер Гольфстрим ағысының ағысы егер жойылатын болса, ол болашақта солтүстік, яғни батыс Европа елдері мен Американың шығыс аймақтарында өте қарқынды температураның төмендеуіне әкелуі мүмкін. Бұл жай ғана мәселе емес, бұл өте күрделі мәселелердің бірі болып келеді. Сондықтан оны мониторинг жасау өте маңызды рөлді атқарады. Біз оны әрқашан ескеруіміз қажет. Сонымен қатар мониторингта осы табиғи ресурстар мемлекеттік қоршаған ортаны қорғаудың бірыңғай мониторинг жүйесінің қағидаларын сақтау, ол қоршаған ортада биоалуантүрліліктің экожүйенің антропогендік әсерлерін өмір сүрумен және адам денсаулығына әсер ететін ақпараттарды алу, мониторинг жүйелерін қашықтықтан қолдану, антропогендік биосфера жағдайының өзгеруін анықтау және экологиялық қауіпсіздік қамтамасыз ететін сараптама жүргізу болып келеді. Мониторинг туралы сөз болғанда адам іс-әрекетіне табиғатқа болатын өзгерістер туралы көп айтылмайды екен. Бірақ оны біз әрқашан айту керекпіз. Бұл мәселені біз әрқашанда өзіміз баға беріп, әрқашанда яғни оның себебін, салдарын әрқашан біліп отыруымыз керек. Себебі ол бізге ғана және жалпы өзімізді ғана ойламай, болашақ ұрпаққа да осы біздің іс-әрекетіміз нәтижесі зиянды іс-әрекетін азайтуымыз қажет. Оның осы айтып жатқандай, теңіз суының қарқынды жоғарылып көтерілуі, мұхит суының ауа температурасының көтерілуі, озон қабатының бұзылуы, бұлар негізі адамның іс-әрекетінің қарқынды соңғы 100 жылда өте қарқынды іс-әрекет нәтижесіне болып келеді. Соңғы салыстырмалы түрде айтатын болсақ, 20 ғасыр мен 20 ғасырдың арасында 20 ғасырдағы адамзаттың іс-әрекеті, яғни антропогендік іс-әрекеті өте қарқынды дәрежеде әсер етіп жатыр 20 ғасырға қарағанда. Осы сіздерге тапсырма берейік. Қоршаған ортада мониторинг 3 деңгейін анықтаңыздар. Енді бұл жақта сұрақтар мен жауаптары берілгендей, биологиялық мониторинг, яғни қоршаған ортаның адам денсаулығына әсер ететін бағалау келеді. Геожүйелік мониторинг, ол геожүйелер мен табиғат жүйелерде олардың өзгеруін
тақырыпта олар табиғи техникалық қайта құруды бақылап келеді. Және сонымен қатар биосфералық бүкіл адамзаттың өмір сүруіне ортасы ретінде жаһандық ауқымдағы ықтимал өзгерістерді бақылау. Бұл енді жай ғана сөз ғана ретінде айтпай, оны біз әрекет жасау керекпіз. Яғни біз әрқашанда табиғатты, экологиясын сақтауға әрқашан өзіміз үлесімізді қосуымыз қажет. Себебі егерде осы біздің адамзаттың іс-әрекетін қарқынды түрде, яғни қарқынды іс-әрекетін азайту үшін біз кішігірім болса да өзіміздің үлесімізді қосып, осы экологияны таза ұстауға және оны әсерін, жаман әсерін азайтуға тырысуымыз қажет. Мониторинг жүргізудің басты мақсаты бағана айтып кеткендей, сіздер көріп тұрғандай, бұл жақта жауап көрсетілген екен. Дұрыс жауабы табиғи ресурстарды тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау. Бұл негізгі ең басты мақсаты болып келеді. Қоршаған орта мониторинг жүйесін дүниежүзілік бірлескен күш-жігердің жұмсау нәтижесінде ережелі мақсаттары қай жылы қабылданды? 1974 жылы. Яғни 70 жылдары осы адам іс-әрекетінің нәтижесін сол кезде байқалған болатын. Қазіргі кезде енді қарқынды өсуі өте маңызды рөлді атқарады. Жалпы осы бүгінгі сабақ өте қызықты өтті деп ойлаймын. Сіздер бүгінгі бір кішігірім мәліметтер өздеріңізге түртіп алсаңыздар болады. Жақсы, назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.